Америка Құрама Штаттары Солтүстік Америкада орналасқан мемлекет. Астанасы Вашингтон. Халық саны 336 миллион. Америка Құрама Штаттарының ұлттық жануары бүркіт және ұлттық гүлі раушан. ақш-тың ұлттық спорт түрлері американдық футбол және бейсбол. Аумағы бойынша ақш барлық әлемдік державалар арасында 4-ші орында. Алда тек Канада, Қытай және Ресей Федерациясы тұр. Ел халқының 90% несие қаражаты есебінен өмір сүреді. Американың әрбір 7-ші тұрғынында 7 немесе одан да көп несие картасы бар. ақш-та заңмен бекітілген ресми тіл жоқ. Тұрғындардың көпшілігі американдық ағылшын тілінде сөйлейді. Испан тілі 2-ші орында, ал одан кейін саңыраулардың тілі. Әрбір 8-ші американдық отбасы әлеуметтік желілер мен интернет арқылы танысқан. Бірақ халықтың тек жартысы, дәлірек айтсақ 51% ғана қарым-қатынасты рәсімдеуге жетеді. Балалардың 40% ресми некеде тұрмаған әйелдерден туады. Азық-түліктің өндірісі бойынша жетекші штат Калифорния болып табылады. Пицца мен хот-дог американдықтар жиі жейтін екі тағам. Күн сайын ақш-та 72 мың километр квадрат пицца мен 150 миллион хот-дог жейді. Халықтың 30% әртүрлі ауырлықтағы семіздіктен зардап шегеді. Америка демократия үшін басты күрескерлердің бірі болып саналады. Бір қызығы, Америка Құрама Штаттарындағы әйелдер тек 1920 жылы дауыс беру мүмкіндігіне ие болды. Санта-Фе 1610 жылы негізі қаланған, ақш-тың ең көне қаласы болып танылған. Филадельфия Американың алғашқы астанасы. Қала атауы грек тілінен аударғанда бауырластық махаббат деген мағынаны білдіреді. Бір американдық күніне 100 литрге дейін су тұтынады. Американың байырғы халқы үндістер, бірақ олар 1924 жылдан кейін ресми азаматтар болды. Әрбір 8-ші американдық Макдональдс фастфуд желісінде жұмыс істеген. Нью-Йорк символдарының бірі сары таксилер. Олардың саны 11 мыңнан асады. ақш әлемдегі ең ірі тұтынушы. Америка азаматтары әлемдік ресурстардың шамамен 40%-ын тұтынады. Ғарыштан қарағанда, Лас-Вегас қаласы жер шарындағы ең жарық нүктеге ұқсайды. Бір 1636 жылы ақш-тағы ең алғашқы университет құрылды. Ол осы уақытқа дейін белгілі Гарвард университеті болып табылады. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.